Алдарыңызда ветеринарлық медицина және мал шаруашылығы институтының командасы. Қарсы аламыз. Good evening, dear ladies and gentlemen. Кеш жарық бізді асыға күткен қымбатты көрермен. Уважаемые зрители, сегодня вам предоставляется уникальная возможность увидеть концерт Института ветеринарной медицины и животноводства. The 59th anniversary of the Jangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University is one of the brightest events within the walls of our university. Bugün diğerlerden farklı. Bugün bizde çok beklenen öğrenci ihbarı 2022. Студенттік көктем 2022 байқауы біздің университетіміздің мерейлі 59-шы көктеміне орай ұйымдастырылып отыр. Олай болса, білім ордамыздың қысқаша тарихына тоқтала кетсек. Ұлы реформатор, танымал тұлға Жангир Ханның есімін еленген, жарты ғасырдан артық тарихы бар байырғы білім ордасында оқыту тетігі мен тәрбиелеу мәселесі ұлттық кадрларды дайындаумен тығыз байланысты. Бүгінгі күн ертеңгі тарих 1963 жылдан бері келе жатырған. Тарихымен қазіргі еліміздің жетекші аграрлық жоғары оқу орындарының бірі ретінде бұқату еліміздегі жоғарғы білікті мамандар даярлайтын ірі кадрлардың біріне айналды. Ендеше Жангир Ханның жалынды жастары. Білімі терең профессор оқытушылар құрамы. Айтулы кештің жарасымды жанкүйерлері. Баршаңызға Жангир Хандық мерейтой құтты болсын! Ендеше осындай көңіл күймен кешімізді бастаймыз. Первым на сцене выступит дуэт с композицией «Самалтау». Эта композиция имеет многовековую историю и тесно связана с казахским фольклором. На сцене певцы нашего института с народной песней «Самалтау». Встречайте! Встречайте!
Аружан, білесің бе, біздің студенттеріміз тарихи тағылымдарын ұмытпай, өнерді қатар ұстайды. Білесің бе, сонымен қатар соңғы трендтерден де қалыспайды. Соған орай, біздің талантты студенттеріміз керемет бейнеролик түсірген болатын. Да, Нурбек, студенты нашего института не просто сняли видеоролик. Кроме того, они с помощью креатизма смогли передать всю атмосферу нашего института. Так давайте же насладимся просмотром. Рахмет сізге. Мен сіз секілді ветеринар болғым келеді. Қазір де осы ветеринар болу үшін сықырын түсуге дайындалып жүрмін. Сықыр дейсің бе? Екенсіңдер осы. Менде қызық бар. Қандай қызық olsa үшін? Давай универге ритуал істейік. Давай. Да, ритуал сенбеймін. Неге сенбейсің? Сенбесең жүрме, саған көрсетемін. Кеттік па? Бұл сөз. Мария. Что ты ясно?
너무 민나나 고급의 민나나 웃으면 내려도 아약다. Ben singire ne istemiyorum koy göreyim sonra. Неме ондай болатынын қайдан білейін? Бүйтіп болатынын білгенде істемей дедім ғой мен. Енді қалай қайтарамыз да? Оны қайтару үшін кітапты табу керек бізге бірінші. Қайда ол кітап қайда? Йо, Не? кітап жоғарыда қалып қойды. Жоғарыда? Иә, Ал жоғарыға кім барады? Сен барасың ба? Я барам. Сен барасың ба? мен барам. Сен барасың ба? Менің естуімше, онда жанын берген адам қыран береді. Мен факультетім үшін жанымды беремін. Достарым, мен сендерге дәлелдеймін. Саған берер кеңесім, сабағыңды жақсы оқы. Закрой глаза скорее, кто-то ходит. Тимарлан, қазақ халқының өзге ұлттардан бір ерекшелігі бар. Ол не екенін білесің бе? Гаухар, в целом казахский народ обладает множественными отличиями. Про какое именно ты имеешь в виду? Қазақ халқының өзге ұлттардан ерекшелігінің бірі ол ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға жеткен, қадірлеп, көзінің қарашығындай сақтап қастерлеген, қаймағы бұзылмай жеткен бұл өнердің бір шыңы домбыра күйлері. Да, казахские музыкальные инструменты – это культурное наследие, передаваемое из поколения в поколение. У казахских музыкальных инструментов свое звучание и традиция исполнения. Ендеше, атадан балаға жеткен мұраны қастерлеген біздің жалынды жастарымыз. Қарсы алыңыздар!
Білесің бе, осы кешімізде ән мен би де, тіпті күй де болмақ. Езуімізді жимастан күлдіріп, кейде көңілімізге эмоция алатындай көзімізге жас та келеді. Міне, осы студент көктемнің бізге берер эмоциясын айтып жеткізу өте қиын. Дұрыс айтасың, Нұрбек. Осыншама эмоцияларды адам басынан бір-ақ сәтте сезіне аладым. Эмоция демекші, алда көретін көріністеріңіздің өзі жүректі ерітіп, жіберетіні анық. Тіптен ойлайсың ба, осыншама бейбіт заманда бұндай зұлмат болуы мүмкін бе деп? Иә, әрине, осынау өмірдің суығына кішкентай біздің іні қарындастарымыз да, бауырларымыз да кезіккен болатын. Осындай бақытты заманда тас жүрек ата-ананың болуы, әлі күнге дейін студенттік үйдің осындай бақытсыз сәттердің көптеп болуы, бұл жетімдер үйіне дейін жабылмауы қазіргі заманның көрінісіне айналған болатын. Оны көнуіміз керек. Иә, әрине, ендеше осындай өзекті мәселемен, мейірімге ғана мұқтажбын көрінісімен біздің көркем сөзді серік еткен студенттеріміз. Қарсы алыңыздар! Қаталдықтан әлақсар татарсыңдар. Жалғыздықтан сабылып ашылғанда мен сендерді асылдар деп сипайдау шашына деген. Жоқ, тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көрсетпегенімен мейірімге сараңсыңдар. Мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарсыңдар. Әділеттен жұрдайсыңдар. Тақсырет танымай бір тылбайсыңдар. Жалатар, сендерге шүгіндің бар. Тас мүсіндеріңмен түгілдің ал. Тағдырым менің биіктейді елеңдетпеді. Бейжайлықтарың қорқытты кереңбеттегі. Мен емес, сендер екенсіңдер. Бүгінгі адамдар. Амансың ба? Бүгін менің туған күнім. Есіңде ме бұл күн? Білмеймін. Бірақ менің саған көп нәрсе айтқым келеді. Бір-бірімізді көрмегенімізге біраз уақыт болды. Сен мені тани қояр ма екенсің? Сен сол күні мені көзіме көрінбей жоғал деп қуып жібердің. Білесің бе, мама? Ұйықтар алдында ойыма әр нәрселер келеді. Егер мен жалғыз көшеде қалған болсам, өмірім қалай болар еді деп ойлаймын. Менің бұрынғы достарым қазір бұл өмірде жоқ. Себебі олар әртүрлі жағдайлардан көз жұмды. Қазіргі бейбітшілік заманда әлі күнге дейін көшеде көп балалар аянышты хал кешіп жүр. Білесің бе, мама? Әйтеуір бір күні мені тауып алатыныңа сенемін. Біз қайтадан бірге боламыз, мама. Мен сені күтемін. Тіпті ұзақ уақыт күту керек болса да. Мен сені күтемін, мама. Бұл хатты оқи аласың ба, жоқ па?
жылы жүзді, мейірімді. Ол бізді өте қатты жақсы көреді. Ол сондай еңбекқор, ештеңеден қорықпайды. Тіпті ол бала бағушы болып та жұмыс жасаған. Кейде бізде ішерге тамақ болмай қалатын. Сонда мамам майға пияз қуырып беретін. Сондай тәтті. Ағам екеуміз таласып, тармасып, нанға қосып жеп алатынбыз. Бір күні үй ішінде ағам екеуміз ойнап жүргенбіз. Қалай және не болғанын түсінбей қалдым. Кенет мамам қолында пышағы бар ас үйден жүгіріп келді де ағама пышақты екі-үш рет салып жіберді. Мен қорыққанымнан кереуеттің үстіне қашып шыға бергенімде жүрек тұсымнан дүрш етіп тиген пышақ мені орнымнан тапжылтпай тастады. Ағам осы сәтті пайдаланып сыртқа қашып үлгерді. Ал менің жансыз денем сол жерде қалды. Сол күн біз үшін қанды жексенбі болып қалды. Адамдар, адалдыққа тапшысыңдар. Әрине, данышпансығанда жақсысыңдар. Біреудің қасіреттеріне қарайсыңдар. Қалайша есінеп мүлде. Бәрібір екен сендердің көмкерлеріңе. Біреулердің көзінен жас кетпеді ме? Бұл күнде ұғындық бәрінде. Адамдар, сендердің зұлымдықтарың шыдатпай өртеді мені де. Не деген басық едіңдер? Жуақсыз қурайды емес пе жасыл егіндер? Мейірім аңсап, жүрегім қаншылап тұрған, зұлымдықтарыңмен қамшылап тыңнан. Жанымда үміт сеніңдер түгесілгенде, лақтырып тастап кеттіңдер. Күресін жерге. Сендерден байлық сұрамам, өліп кетсем де, алтындарыңды алмақпын, туылып кетсең де. Мейірімге ғана мұқтажбын. Білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын. Что народные танцы исполняются в своей естественной среде и имеют определенное традиционное для данной местности движение и ритмы. Что же ты можешь сказать о казахском народном танце, Темирлан? Да, действительно, Ружан, казахский национальный танец играет основную роль в жизни и культуре народа. Он славится своей изящностью, необычайной выразительностью и олицетворяет собой всю красоту казахского народа. Красоту этого танца попытаются передать вам танцевальная группа Биба. Итак, встречайте!
the people. Music creates atmosphere and awakens people's feelings. Итак, на сцену приглашается дуэт с композицией «Baby», которая является одной из самых известных и зажигательных песен. Давайте же посмотрим, получится ли у наших исполнителей достучаться до ваших сердец. Аплодисменты! но также возможность лучше узнать самого себя, погрузиться в глубину самосознания. Да, к тому же этот вид танца создан для тех, кто увлекается современными направлениями музыки, как и в любом другом виде искусства. А современный танец – это искусство.
Каждый отдельный стиль и направление – это отдельная история со своими особенностями, набором движений и фишками. Под бурные аплодисменты на сцене гордость нашего института, группа Swag! Let's take some calls from the request line. Caller number 1. Hey, man, what's up? This Dominic from Say No to the Phone. What's up, Dominic? I'm with that song from Lil Jon, Pete Pablo. Alright, I got that coming right up for you. Now, shout out the radio station and get you what you wanted. W Boom Boom Big Baby. What you doing from the front? What you doing from the back? Better break it down like that. What you doing from the front? What you doing from the back?
студент қысқаша өткіздік бірге жүрек үнемі тату шабыт бердің жастарыма себепкер болдың осы әннің бастауына битва туралы айтайықшы досым қане қыздары қылықты ұлдары мықты әне білімнің шыңында ұстаздар қимастық сезім осыдан басталар болашақ алда мақсатымыз бірге достығымыз бен қимастықпен өте талай концерт қойып сахнада жүріп достық үшін бірге бермейік жүзге қош келдің досым сенің осы әнді бердің жастар жалынды кел досым жұлдыздай сен де жарқырап жетелейміз тек алға бетпақ бұл достықтың ордасы достық студенттер өмір жалғасы кел досым жұлдыздай сен де жарқырап жетелейміз тек алға студенттер өмір көтеріңкі көңіл қатарға кел досым бірге әнге қосып достарымыз мәңгі жалғасады тағы шарықтасын өмір жарқырасын досым қош келдің досым сен де бірге осы әнді универдің жастары жалғанды кел досым жұлдыздай сен де жарқырап жетелейміз тек алға қош келдің досым сен де бірге осы әнді универдің жастары жалғанды кел досым жұлдыздай сен де жарқырап жетелейміз тек алға бетпақ бұл достық ән ордасы достық студенттер өмір жалғасы кел досым жұлдыздай сен де жарқырап жетелейміз тек алға Каждый народ имеет богатую культуру. Из поколения в поколение передаются сказания, легенды и традиции. По-разному рассказывают сказки разные народы. Разные песни поют детям в колыбели, но всех их объединяет желание жить в счастье, в мире и дружбе. So powerful is the light of unity that can illuminate the whole world. Білім ордамыздың жарты ғасырлық тарихында берекесі мен бірлігі жарасқан дарынды жастарымыздың биікке жетер шыңы әлі алда. Жүрегінде жалын оты жалындаған жаңғырғандық жастардың болашағы жарқын, ел тірегі боларлық күш жігері айқын. Осымен біздің мерекелік концертіміз аяқталды. Келесі кездескенше Қош сау болыңыздар!